Ассалаумағалейкум, төбелестесе бір бүйрегі бұрып тұратын қазақ елі. Назарларыңызға бүгінгі өткен UFC турнирінің мейн ивентінің шолуын ұсынамын. Басты қаһармандар қос бразилиялық Диего Сантос пен Гловер Тейшейра. Біреуі 36, біреуі 41 жастағы аралас жекпе-жектің көкжалдары. Төбелес басталғаннан ел ағалары қарап, бірін-бірі барлап жүру дегенді жасамады. Бір-бірінің басын ұшып жіберетіндей көздеп, өнерлерін көрсете бастады. Бірінші минуттың соңында Кувалданың жіберген соққылары дәл тиіп, жылтыр басты жігітті канвасқа бетімен түсірді. Ауыр соққылардың неше атасын көрген Гловер көкеміз тәжірибенің арқасында тейкдаунды жасай білді. Қалған 3 минут Сантосты асауат құсатып мініп алып, үстінен түспеді. Граундын паундты әдемі жұмыс жасап, қолмен шынтақпен әдемі соққыларын жүргізіп, астындағы Сантосты тырп еткізбеді. Осы раундта қазылар алқасына жұмыс өте көп болған деп тұр. Екінші раунд. Әдегеннен Тейшейра жұмыс істейтін схеманы, яғни Хабиб стайлды іске қосты. Сәтті тейкдаун жасай алды. Сантостың үстіне мініп алып, дүңкілдетіп соққыларын тигізе бастады. Осылай раунд жалғаса берді. Раунд бітуіне 8 секунд қалған кезде Тейшейра Сантостың мойнын әдемі ұстай алды. Бірақ та қылқындырып үлгермеді, себебі гонг Кувалданы құтқарды. Үшінші раунд. Тағы да күресіндеп шыққан Гловерді Тиаго әдемі қарсы алды. Сол қолмен ұрып, артына отырғызды. 8 минут астында жатқаны есіне түсіп, өшін алуға кірісе бастады. Әдемі соққылар, шынтақ, қол. Мен ойлағам, TKO бола ма деп. Бірақ та Тейшейра бар күшін бойына жинап, Сантостың үстіне шығып алды. Одан кейін әдеттегідей гранден паунд артынан мойнына салып қылқындыра алды. Бұл жолы гонг Кувалданы құтқармайтыны белгілі, себебі Кувалда жерді балғалап өзінің жеңілгенін мойындады. Гловерде 6-шы жеңіс, пояс үшін жекпе-жекке шығатын 100% үміткер осы жігіт. Сіздермен бірге болған UFC Кезет каналы. Ассалаумағалейкум.